жолдары тақырыбында. Звук включен. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Қабдрашева Гүлзат Алтынбекқызы. Сүлеймен Саттаров атындағы мектеп-лицейінің аға тәлімгері, еңбек өтілім 7 жыл. Бүгін сіздермен осы аға тәлімгердің рөлі, өзін-өзі басқару ұйымының маңызы және оқушы тұлғасын дамытудағы тәлімгерліктің орны туралы ой бөліскім келеді. Слайд көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Жақсы. Неге десеңіздер, оқушыға жауапкершілік пен сенім берілмейінше нағыз көшбасшы қалыптаспайды деп сенемін. Менің миссиям оқушыларды басқаруға үйрету емес, менің миссиям олардың ойын еркін айтуына, бастама көтеруіне және шешім қабылдауына жағдай жасау. Себебі бала тек тыңдаушы болған жерде емес, таңдау жасай алған жерде ғана өсе алады. Аға тәлімгер ретінде мен бағыт беремін, бірақ бақылауда оқушылардың өз қолына тапсырамын. Қолдаймын, бірақ олардың орнына әрекет етпеймін. Талап етемін, алайда әр баланың пікірін құрметтеймін. Себебі әр бала ол тұлға. Қазіргі таңда оқушылардың идеялары өте керемет, күшті, сондықтан да оқушылардың пікірін тыңдай білген дұрыс. Қателікті қателік емес, тәжірибе деп қабылдай білемін. Әр оқушы қателіктен қорқудың өзі қателік деген ұранды ұстанады. Себебі бір нәрсені жасамас бұрын қолынан келмейді деп емес, дұрыс оны істеп көр деп қана айта аламыз. Себебі оқушылар қазіргі уақытта қателік жасаудан көп қорқады. Бір нәрсені жұмыс атқарардың алдында мен бұны жасамай қойсам ба екен деген іштерінде ішкі ойлары тұрады. Сондықтан да осы сөздерді жиі айтып отырған дұрыс. Келесінде әр баланың дауысы маңызды деп санаймын. Мен үшін тәлімгерлік жолы тек жетістік жолы емес, бұл үнемі үйрену жолы. Қандай нәтиже көреміз бұдан? Бұл жолда біз оқушымен бірге өсеміз, бірге ойланып, бірге жауапкершілік аламыз. Бұның нәтижесінде оқушылардың белсенділігі артады, олар өз пікірін ашық айтуға үйренеді, ұйымдастырушы қабілеттері дамиды, жауапкершілік пен көшбасшылық қасиеттері қалыптаса бастайды. Ең маңыздысы, бұрын белсенді емес болған оқушылар да ашыла бастайды. Бірақ бұл нәтижеге кей кездері бірден бола алмайды. Себебі тәжірибе біз түрлі оқушымен жұмыс жасаймыз. Барлығы бірде белсенді емес, кейбіреулері бірден ашылмайды, өте тұйық болып келеді. Бірақ сенім мен қолдау болған жерде нәтиже міндетті түрде болады. Осыған орай мен сіздерге бір мысал келтірсем, өзімнің тәжірибемнің бойынша өткізілген. 8-ші сыныпта ұланбасы ретінде сайланған оқушы өте тұйық, ұялшақ, сенімділігі өте аз болған. Яғни сахнада сөйлеуде, көпшіліктің алдында сөйлеуге өте ұялатын болды. Қаншама уақыт жұмыс атқарылғанның арқасында өзіне деген сенімділігі артқан. Және сол видеоны сіздерге көрсетсем. Бұл видео оқушының өзін жасаған видеосы. Видео көрінбей тұр ма? Видео көрінбей тұр. Слайдыңыз тұр, поделицияға видеоға басыңыз. Қазір бір минут демонстрация променим ба? Поделиться. Қазір қайтадан қос көрейін. Енді ше? Көріне ма? Көрініп тұр, я. Дәл осы кісі мені алғаш рет шыңдап, өзімді тануға, ойымды ашық жеткізуге, көпшілік алдында еркін сөйлеуге үйретті. Маған сенді. Оның қолдауының арқасында мен Түркияға оқуға түстім. Сол жерде белсенді студент болдым. Түрлі қоғамдық шараларға қатыстым. Қазақстанның Түркиядағы елшілігіне алғыс хат алдым. Көптеген концерттерде өнер көрсеттім.
қозғалайын. Бұл видеодан көріп тұрғаныңыздай, бұл бір ғана сөзбен ғана айтқым келеді, тәлімгерлік жұмыстың нақты нәтижесі. Әрине, бұл жұмыстың барлығы жеке атқарылмайды. Бұл сынып жетекшілермен, педагог, психологпен, ата-аналармен бірлесе әрекет еткенде ғана өзін-өзі басқару жүйесі тиімді жұмыс жасайды. Командалық қолдау табыстың басты шарты. Мен үшін өзін-өзі басқаруы тәртіпті орнатудың құралы емес. Сіздерге қазір атқарылған жұмыстардан фотоларын көріп отырсаңыздар, қазіргі таңда жастанды интеллект өте қарқынды даму үстінде. Сондықтан да соны ала отырып, әр түрлі шаралар ұйымдастыруға болады. Ол мерекелік жиындарда, мерекелік бағдарламаларда жүргізушілерді ИИ арқылы жүргізу, түрлі сайыстарға барамыз, оқушылармен бірге. Сол кезде ИИ-ді қолдану арқылы және де мектепте қандай да бір іс-шараны, мысалға бұл жерде біз Қарағанды қаласына арналған мен сенің армандағы Қарағанды қаласы тақырыбында жасанды интеллект арқылы жоба ұсыну жасадық. Бұл оқушылардың қазіргі заман талабына сай жұмыс атқара алады. Келесінде осы жолы біздің тілімізбен айтқанда хит болып жатқан кинотайм. Бұл кезде біз оқушыларды 40 оқушыдан жоғары, 40, 50, 60 оқушыға дейін біз қамти аламыз. Оқушылардың патриоттық сезімін дамыта аламыз. Ата-анасына деген жақсы сезімдерін оята аламыз. Бір-біріне оқушылардың достық сезімдерін өте күшейтуге болады. Келесінде арманына жетелейтін қадамдар. Бұны біз өте жыл сайын ұйымдастырамыз. Бұл кезде оқушылар, көбіне 5-7 сынып оқушыларына ұйымдастырамыз. Өзіне болашаққа хат жазу. Бұл хатты өздеріне алып кетеді, ешкімге оқытпайды. Бірнеше біз бұны 9-10 сыныптар болған кезде, 11 сынып болған кезде осы хаттары өз-өздеріне алып шығып, нәтижесін бірге тамашал қарайды. Өсу бар ма, жоқ па? Келесінде түрлі бұл спорттық шаралар. Бұл спорттық шараларда бізде жыл сайын болатын дәстүрлі нәрсе. Волейбол, баскетбол, футбол, сынып арасында, бірінші сыныптар арасында, 8 сыныптар арасында, 8 пен 9-дардың арасында үлкен шара ретінде өткізіледі. Ең соңғы жыл соңында медальмен, кубокпен марапатталады. Сонда керемет бір нәтиже шығады деген үміттемін. Келесінде бізде келесінде балалардың мерекелік іс-шараларға көп атсалысуы. Ол актерлік шеберліктерін ерекше дамыту. Неге? Себебі оқушылар қазіргі уақытта патриоттық сезімін күшейтуге және де бір патриоттық сезім өте күшейту бойынша біз бұнандай көбінесе сахналық образдарды ашу, үлкен тұлғалардың образына кіре отырып, біздің дәстүрлерімізді жақсы дамыту арқасында, образға кіру арқасында біз осындай мерекелік іс-шараларда көбінесе сахналық қойылымдарды қоямыз. Және де өзіміздің әр жыл сайын түрлі тұлғалардың мерейтойлары болады. Сол мерейтойларды атсалыса отырып, осы жолы Шамшы Қалдаяқовтың 95 жылдық мерейтойына арналған ән мен әуен арасындағы ата-аналардың дуэттік байқауын ұйымдастырдық. Бұл жерде ата-аналарды мектепке баулу, мектепке өзара бірге жұмыс атқара бөлу үшін біз осылай қарым-қатынас жасай аламыз.
Бұл жұмыстар Жас ұлан, Жас қыран және өзін өзі басқару ұйымының бірге атқарған жұмыстары. Бұны жеке тоқталуының қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл барлық мектепте жұмыс жасап жүрген дүние. Тек қана бір айта кететінім, мектепшілік іс-шараларды біз бір-екі ғана оқушы ғана қамтымай, көбіне көп оқушыны қамтуымыз керек. Жаттан да бір-екі оқушыны ғана алмайым, тұйық болып жүрген, белсенді емес оқушыларды көп қамтығаны дұрыс. Мен үшін өзін-өзі басқару тәртіп құралы емес, азаматтық жауапкершілікке, көшбасшылық және ынтымақтастыққа апарар мектеп. Бұл азаматтық жауапкершілікке, ынтымақтастыққа апаратын нағыз мектеп. Мен неге осы жолдамын? Себебі бүгін белсенді оқушы, ертеңгі саналы азамат. Осыған кере біздің нақты ұранымыз бар. Сенім бер, жауапкершілік қалыптасады. Қорытындылай келе, біз оқушыны басқаруға емес, оны өмірге дайындауға жауаптымыз. Егер біз балаға сенім артсақ, ол өзіне сенуді үйренеді. Ал сенім бар жерде жауапкершілік, белсенділік және тұлғалық өсу бар. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Гүлзат Гүлбекқызы. Сонымен сіз не үшін осы жолдасыз? Соны сұрайын деймін. Өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты. Мен осы тәлімгерлік жолында 7 жыл болды. Шындығымды айтайын. Бірінші жылы тек қана тәлімгерліктің не екенін білген жоқпын. Қандай жұмыс атқарады? Маған тек қана мектепте жұмысқа кіріп алу, ар жағында өзімнің негізгі мамандығым бастауыш сынып мұғалімі. Бір жыл жұмыс істеймін, сосын бастауыш сыныпқа ауысамын деген ниетте едім. Бірақ жарты жылдың ішінде тәлімгерлік жұмысы өте қатты ұнады. Себебі сен тек қана алдында отырған 30 оқушымен ғана жұмыс жасамайсың. Мектепте 500 оқушы болатын болса, сен 500 оқушымен бірге қарым-қатынас жасайсың. Түрлі ойлар, әр оқушының өзінің пікірі бар. Өте өзіме қатты ұнайды. Егер де шындыққа келетін болсақ, біз еңбек демалысының уақытында да мен 8 наурыздың концертін қалай өткізсем екен деген түрлі жан-жақтан идеялар қарастырып отырамын да, өзіме дәптеріме түрте қоям. Сосын оны оқушылар да біледі. Сосын сабақ уақытында оқушылар келіп, өзінің пікірлерін айтып отырады, идеяларын айтып отырады. Біз, тәлімгерлік жұмыс өте қызықты. Бұлай қарасам, таңертеңгі 9-дан бастап кешкі 5-6-ға дейін қызу жұмыстамыз. Шығармашылық қабілеттер өте жақсы дамиды. Өзіме қатты ұнайды. Әлі күнге дейін осы жұмыста сол себепті қалған шығарым. Қалада беремін, бастауышқа ауысатын жағдайым жоқ. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, енді бізде тағы да бір спикер. Сағыныш Боранбай отбасы жағдайы біздің спикерлеріміз бітті. Сұрақтарыңыз болса, бізде әлі уақытымыз бар. Біздің спикерлерге. Уважаемые